Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қайнап тұрған ыстық суға батон нанымызды салып, бар жоғы 20 минутта жұп-жұмсақ қылып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз. 2 ас қасық қантымызды, 1 ас қасық тұзымызды қосамыз. Қасықтың көмегімен қант пен тұз ерігенше жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Міндетті түрде еруі керек. Осы кезде 1 ас қасық, яғни кішкентай ас қасықпен қоссаңыздар да болады. Жеткілікті дрож қосамыз, немесе 15 грамм дрож қоссаңыздар да жеткілікті. Жақсылап тұрып араластырып, 1 пиаламызбен, мінекей кесемізбен шай ішетін ұнымызды әкеліп қосамыз. Міндетті түрде илектен өткізіп дайындап қойыңыздар. Қасықтың көмегімен барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ең алдымен осылай қасықпен араластырыңыздар. Влажный болғанша міндетті түрде қасықпен араластыру керек. Қамырдың басы біріктау деген кезде қасығымызды алып, қолдың көмегіне жүгінетін боламыз. Бастапқыда міндетті түрде қасықпен жасаңыздар. Сонда араласқан сайын біздің нанымыз жұмсақ болады. Қолдан қарағанда қасықпен араластырған дұрыс. Қамырды жинақтау үшін 15 грамм сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз да. Содан соң тағы да 15 грамм сұйық майымызды құйып, барлығын толыққанды араластырамыз. Қамыр өзінен өзі жиналады, жұмсарады және сұйық май бойына сіңетін болады. Бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Қамыр көтерілгеннен кейін бөліктерге бөліп алыңыздар. Таразыға қойып, барлығының формасын бірдей қылып шығарсаңыздар болады. Мен жай ғана көз мөлшерімен жасап шықтым. Және де қамырды ішіне қарай иіріп, домалақтап жаятын боламыз. Бастапқыда қамырды осылай дайындап аласыздар барлығын. Және ұнды көп сеуге болмайды. Чұқа етіп, бір сыпыра ұнды сеуіп, оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып алыңыздар. Қамырдың формасы өздеріңізге байланысты. Дәу қылсаңыздар да, немесе мен сияқты кішкентай қылсаңыздар да. Рулет сияқты орап, шет-шетін тығыз орналастырып, бір-біріне жапсырып, екі шетіндегі домалағында бір-біріне жапсырып қоятын боламыз. Қамырды осылай барлығын дайындап шығыңыздар. Дайындалған қамырды өткір пышағымыздың ұшымен бетінен сәл ғана тіліп, формасын шығарамыз. Негізі олай жасамасаңыздар да болады. Міндетті түрде біздің ыстық суымыз қайнап тұрып, буы шығып тұру керек. Сонда біздің қамырымыз езілмейді. Суға салған кезде ол ісініп, одан сайын формасын үлкейтеді. Сондықтан қорықпай қамырды сала беруге болады. Асты шикі болып қалмайды қыздар. Қайнап тұрған суға бар жоғы 5 минутқа салып алып, қайтадан пергамент қағазына орналастырасыздар. Пергамент қағазына орналастырып болған соң бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып толыққанды күнжутын сеуіп қоясыздар. Асты суланбайды қыздар. Пешке салған кезде мүлде суланбайды. Күнжутын сеуіп, қызып тұрған пешке 15 минутқа толыққанды пісіріп аласыздар. 15 минуттың ішінде толық пісіп шығады. Піскен кезде өте жұп-жұмсақ, дәмі де ерекше болады. Суға бірінші көтеріліп шыққаннан кейін, одан кейін пешке барған нанның дәмі өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Бұл жай ғана пешке салып пісіре салған наннан бөлек, өзгеше болып шығады дәмі. Таңғы асқа жасап қойсаңыздар болады. Түнде ашытып, күндіз таңғы асқа пісіріп алсаңыздар өте дәмді болады. Кез келген тосаппен немесе сары маймен ұсынсаңыздар, ыстық күйінде түгелдей желініп кететін батон нанның рецебін бөлістім. Егер видео ұнап жатса, міндетті түрде каналыма жазылып, осы видеоны достарыңызға жіберіп, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назерке. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Менен алдағы уақытта қандай рецептер күтесіздер, пікірге жазып кетсеңіздер болады.